Мәссаған, Алматыда бүгін аспан қирап жатыр ғой, жерді қараңыздар, ағаштар түсіп. Бұл сендердің бүгін сатары деген татылсын. Аспан қирап жатыр. Әзіл ғой, қатты боран болып кетті, погода әсер етіп жатыр. Погоданың өзі шок етіп жатыр. Я бүгін Саттәулетпен татуластық деген бір достас, андай күшті аралас кеттік деген нәрсе емес. Сәлеміміз түзу болады. Бұрын ешқандай ұрыс болмағандай, әйтеуір бір-бірімізге қырғи қабақ болмай жақсы араласамыз деп ойлаймын енді. Андай неміз жоқ, шығамда қыздармен жүремін деген сияқты ғой. Менің достарым негізі осы ғой. Көмек мысалы бірдеңе попроситсек, бір-бірімізге андай қабағымыз тимей, нормально жауап беріп, сондай болады да. Вот сол сәлемсіз болады, разница. Сол үшін ағаштар сынып жатыр ағаштар. Сол енді жақсы дұрыс жағынан түсінесіздер деген ойдамын. Келесі әлібек жоқ. Негізі екі кілт бар тұғын бізде, екі кілтте үйде тұғын. Арукада да кілт жоқ, тоже енді келе жатыр. Еще Лилит жылап жатыр, мяулап все кеткен. Күтіп отырады енді біз жұмыстан келгенімізді. Кстати, еще жаңа жолда келе жатсам, тиктоктан шығып қалыватыр кейбір фандар, жолдан қосылған кеше фан болып бастаған фандар мен туралы бір андай хейт жазып, по идее сол бұрынғы хейтерлар ғой, аккаунттың атын өзгерте салады да, типа сөйтіп не үшін хейт жасап жатқандар өздері түсінбейді да. По идее мен бар нәрсені айтамын, бар шындығымды айтамын, өз ойымды айтамын. И дәл сол пікірді сол фан болып отқан адам айтса нормально қабылдайды, бірақ мен айтқанда басқаша қабылдап қалады. Мен просто бастарым жетпей жатқан шығар, милары жетпейтін енді бір кішігірім жасы өспей қалған адамдар шығар, мен өспей қалған. Менің де қолдайтын жандар бар, көрермен бар, мен де қолдайтын халық бар. Аллаға сан шүкір, өмірде келіп ешкім тікат етіп, ешкім саусағын көтермесе. Сан шүкір, өмірде келіп ешкім тікат етіп, ешкім саусағын көтеріп, маған бүйтіп тиісіп те көрген емес. Сіз де олай жасай алмайсыз маған. Сондықтан мен сразу айтамын, өмірде жасай алмайтын нәрсеңді клавиатураны басып батыр болмай-ақ қойыңдар. Так что айтатын әңгімелеріңді өмірде келіп белгілемейдіңдер. Если что, мен адрес беремін, керек сөйлесу керек болып жатса. А так мен ешкіммен ұрысқым келмейді. Қолынан келгенше жасай бер, жасағың келсе, мазақ қылғың келсе мазақ қыла бер. Менде Аллах тағала бар, Аллах қолдайды. Аллах тағала менің абыройымды көтергісі келсе көтереді, түсіргісі келсе түсіреді. Бірақ біреудің абыройын түсіремін деп ешқашан жоғары болмайсыздар, соны ескертіп кетейін. Менің де қолдаушыларым бар, мысалы, ол кісілерге мен айтамын, мысалы, ол адамды хейт етіп керек емес. Қолдайсыз ба, мені ғана қолдап қоя беріңіз. Біреудің жекесіне өтіп, біреуді мазақ етіп, сіз мысалы 10 мың лайк жинадыңыз дедің, бірақ не рахатта, не табасыз, не ұтасыз. Сізге біреу келіп корона кигізе ма, или $1 000 000 бере ма сізге, прям күшті пайдасы бар деп айтатындай. Так что ойланыңыз, балаларыңыз, қыздарыңыз болады. Менің жағдайымды ешқайсыңыздың бастарыңызға бермесін. Аллах тағала жаңа айдан айтпақшы, көтеретін адам бірдей мендей болсын. Сөзді жасамаған жалаларын алып, жасамаған әрекеттер үшін сөз еститін адам мендей ақ болып басын тік көтеріп жүрсін. Ал сәттілік, қалағанша жасай беріңіздер, қалағанша мазақтай беріңдер. Бәріңізді Аллаға тапсырдым. Қайырлы кеш баршаңызға. Енді біз үйдің жанында орналасқан Ginger Sushi'ға келдік, тамақтанып отырмыз. Енді кілт таппағаннан кейін екінші үйіміз болып кетті. Ginger Sushi рахат үйдің жанында. Келеміз, сүйда тамақтар өте дәмді, ыстық күйінде, күшті үйдің тамағындай тамақтанып отырмыз. Жақсы болып. Қазір енді телефонымды да зарядтап алдым, зарядым өліп бара жатыр. Сіздерге тапсырыс берем десеңіздер, мен қазір төменге сілтеме қалдырып кетемін. Алматы қаласының барлық жағына доставка бар. Тапсырыс берсеңіздер болады. Таза ыстық күйінде сіздерге жылдам жеткізіп беретін болады. Қазір угадайте, достар, біз қайдамыз? Арука екеуміз. Негізі Ақеркенің үйінде қонақтамыз. Сенесіздер ма? Түнгі Ешкім болмаған. Негізі үлкен да, ЖК дегенше көп домдар. Но именно Ақеркемен магазинде, то лифтта, то подъезде көріс қала береміз. И айтамыз, қалай бұл нәрсе? Случайно қалады. Не бар, типа, бірдеңе бар ғой мынаның астарында деп екеуміз де таң қаламыз, чудо болатын, короче, солай. Оказывается, осылай екен. Оказывается, надо было бізге шай ішіп, өндіретін. Маусым фразасы.